Sonra gazete tutanınızda Çirketsiniz. Sonra Jürnalist'in yanınдағы magazin var mı? Sonra кездесіп сол жерге жүрдім. Саған да жақын, маған да тура екеумізге бірдей болады дедім. Опыты var adamız. Сосын жарайды. Бірақ та үйден шықтым. Аяңдап жаңағы журналистке қарай келдім. Шын келатсыз ба? Иә. Сосын Bizga aytma ketib qolma. Adresimni aytib ber. Qo'yamiz. содан жаңағы Sen de qiziqdi. содан бүйтіп келе жатсам газет ұстаған бір мүсірейғандай тұр екен. Сосын ол мені танымай қалды мен қайдамдай. Сосын былай жүрдім да жанынан өттім барып. Bir қарап алдым. Содан өтіп кеттім. Өтіп кеттім де үйге кетіп қалдым. Ұнамады. Содан үйге бардым. Айтпа. Үйге бардым да сосын енді ертеңіне ұйықтадым ғой. Bir günden кейін жұмысқа бардым. Витям, Шура, что ты не встречался? Эй, Вова какой-то... телефонмен сөйлестік еще. Мен мешітке барып тұрамын. Жалғыз өзім мен де. Артынан қарасам, Нұр Отанның шалы. Сосын, что ты мне понравился? Эй, он какой-то алкаш, что ли? Нет, он не пьет. Ай, не надо мне. Разбери мой телефонный номер. Ой, не чувствую. Yani bunu da bilettik. Zıpıt. Ой, сөйтіп шляпа болған. Gazetti. Одан кейін біреу аппақ. Akşrafı. Аппақ бір шалбар, көйлек аппақ, басында шляпадан дейді. Содан кім құдай ол? Біреу соны айтқан, Галя ма біреу? Сені сразу біреу дейді. Кім ол? Kanede tuttu. Содан біреудің Галяның күйеуі қайтыс болды. Сол үйге кіріп шығамыз деді. Ерместің қасында біреуі далада жаңбыр, аппақ боп киініп алған. Сөйтсем Мыржабаев дегендердің біреуі екен алқаш. Еще ол анау Шамқанның әйеліне барыпты. Мені сұрап. Айналдырып берді. Сосын мәкем боқтапты оны. Бір алқаштан құтылғанда сен алқашты қайтып оған не? Өмір бойы алқашты жазып қойып па басына деп үйінен қуып шығыпты. Әй, сен енді сөйтті ғой дейді. Бермеген дұрыс болды. Иә, дұрыс қой енді. Алқашты қайтемін деп. Боқтап далаға қуып шықтым. Сөйтіп, басқа қайда енді?